Қазақ медиасында қазақша контентті көбейту кімге әрі неге тиімсіз? Сұраныс жоқ деген бұрынғы сылтау енді өтпейді. Мемлекеттік тіл мәселесі тәуелсіздік алғалы бері өзекті мәселе қатарында. Қажеттілікті ең алдымен қазақстандықтардың шын ниетін тежеп, процесті баяулатуға септігін тигізіп отырғандармен дау жалғасуда. Баршаға сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Бүгін тағы қазақ тілі мен қазақша контенттің жайын айтамыз. Кеттік. Осы аптада Алматыда масс-медиа туралы заң жобасы талқыланды. Оған Қазақстанның медиа саласының жетекшілері, журналистер, қоғам белсенділері қатысып, ұсыныстарын ортаға салды. Әдеттегідей орыс тілінде хабар тарататын телерадио басшылары заңдағы 70-30 тілдік нормасына қарсы шықты. Бұл әлеуметтік желіде үлкен резонанс туғызды. Отырысқа қатысқандардың барлығы дерлік үнсіз қалды. Тек депутат Айдос Сары 1997-98 жылдары 50-50 нормасы туралы пікірталас болғанда да тура осылай дегендер болған. Бұл бұқаралық ақпарат құралдарын өлтіреді, көрерменді жоғалтамыз деген әңгіме айтылды. Құдайға шүкір 30 жыл өтті. Бұдан ешкім өлген жоқ деп ойын білдірді. Шын мәнінде контентті өзіміз жасамасақ, қазақ тілі ешкімге керек емес. Халық тұтынушы, қолда не бар, соны көреді. Мәселен, орыс тілі контенті басым телеарна мен радиолар қазақ тілінде хабарды әуенді кешке, тіпті түнгі уақытқа қояды. Әрине, бұл тек заңды орындап жатырмыз деп көрсету үшін. Демек, олар қазақ тіліне немқұрайлы қарап, оны екінші кезекке ысырып отыр. Тағы қайталап айтамын, мемлекеттік тілді екінші кезекке ысырып отыр. Түптің түбінде негізгі ойлары, егер тілдік норма 70-30 болса, жарнама ағыны азаяды. Бәрі де ақшаға тіреліп тұр. Отырыста сөз сөйлеген медиа саласының топ менеджерлерінің пікірін тыңдасақ, мүлден сөзін қалмайды. Мысалы, ТВ Коммерц компаниясы департаментінің директоры Ольга Пихинко шет елдік телеарналарда орыс тіліндегі контентті қазақшалау, яғни дубляж жасау тиімсіз, бұл нарықты өлтіреді деді. Оған қаржы көп кетеді деген сылтау айтты. Бірақ шетелдік фильмдерге де орысша дубляж жасайды ғой. Оған ақша табылады да, қазақ тіліне келгенде ақша жоқ. Бұл ретте Мәдениет министрлігі қалталы азаматтармен бірлесе отырып, шетелдік контентті мемлекеттік тілге сапалы дубляждауды тез арада шешу керек. Субтитр мәселені шешпейді. Ол керісінше көрерменнің назарын бөліп, тез шаршатып жібереді. Сонымен қатар дубляждалған нұсқалар желіде онлайн кинотеатрларда қолжетімді болуы керек. Ал Бизнес FM радиостанциясының бас директоры Рустам Мақсутов қазақ әндерінің көбі тойда, мейрамханада айтылады. Бұл біздің форматқа келмейді. Біздің радио тыңдармандардың талғамы бар деді. Бұл пікір қоғамға ұнамағаны анық. Өзінде талғам болмаса, халық үшін жауап бергені дұрыс болмады. Бүгін қазақ тілді әртістер қазақ тілдің дамуына ең көп үлес қосып жатқан топ. Жастар қазақша әндерді тыңдап, әртістер әлемдік сахналарға шығып жүргенде талғамға сай келмейтін, яки әндерді сапасыз деп ысырып жатқанын түсінбедім. Жақын арада бұл мәселе мәжілісте көтеріледі. Депутаттар 70-30 тілдік нормасының қажеттігін дәлелдеп береді деп үміттенеміз. Қазақ тіліндегі хабар мен әуендер бұрынғыдай түнде емес, күндіз қойылып, қазақстандықтардың басым бөлігі қазақ тілін түсіне бастайды деп сенеміз. Тілді толықтай меңгеруге, ол тілде жетік сөйлеуге бәрінің талпынысы мен қызығушылығы бола қоймас. Бастысы орыс тілділер қазақ тілін түсіне бастайды, ал ол сөйлеуден әлде қайда жеңіл әрі көп уақытты талап етпейтін процесс. Сөз бостандығы туралы заң болуы керек деген мәселеде көтеріліп жүр. Заң не үшін керек? Шын мәнінде геосаясаттағы орнымызды нықтауға және ұлттық дербестігімізді сақтау үшін керек. Қазір басқа елдермен шекаралас аймақта тұратын елді мекендердің көбінде көрші мемлекеттің телерадиосы ұстайды. Оңтүстіктің тұрғындары Қырғызстанның, Өзбекстанның телехабарын көріп, радиосын тыңдайды. Айта кетері, олардың контенті біздікімен салыстырғанда қызықтырақ. Ол жақ саяси пропагандадан алыстау болса, 7,5 мың шақырым шекарамыз бар Ресейдің арналарына байланып отырған солтүстік, шығыс, батыс аймақтардың халқын көрші елдің қармауынан шығару мәселесінде ойластыру керек. Бұл әлі шешімін таппаған, жақын арада табыла қоймайтын да мәселе сияқты. Бұл ретте саяси сәтті ескеру керек. Басқа тілдерде мемлекеттік тікелей немесе жергілікті насихат көлемін қысқарта отырып, мемлекет аудиторияның бір бөлігін басқа елдердің үгіт-насихат арналарына бағыттайды. Егер көрермендерге ыңғайлы тілде қазақстандық әлеуметтік саяси контент аз болса, олардың елеулі бөлігі сол тілде шетелдік әлеуметтік саяси контентті тұтынады. Мысалы, Украина соғыс жағдайында, бірақ Freedom арнасы сыртқы аудиторияға, ең алдымен көршілерге ақпараттық әсер ету мақсатында мемлекеттік тілде емес, орыс тілінде хабар таратады. Бұл ұлттық қауіпсіздікті нығайтудың ақпараттық стратегиясы деп аталады. Ал енді заңға көшсек, жаңа медианы заң бойынша реттеу жақында сөз етілді. Біріншіден, бұл нормативті құқықтық базаға қатысты. Екінші жағынан, әркім өзін өзі реттеуге көшуі керек. Жарнамаға ақша төленетіні белгілі.
Қылмыстың 40% киберсалада, онлайн сайттармен байланысты платформаларда жасалады. Жаңа заңның жалғыз талабы кез келген басқа бизнесте сияқты оны да заңды түрде жасау. Жеке кәсіп ашу, одан салық төлеу. 2025 жылдан бастап бәріміз табысымызды да, шығынымызды да декларация арқылы көрсетеміз. Сізде қымбат үй, көлік, басқа да дүние байлық пайда болса, оны қандай ақшаға алдыңыз деп сұрайды. Егер жаратқан ақшаңыз табысыңыздан асып келсе, онда бұл қаржыны қайдан келгенін дәлелдеуіңіз керек. Осындай заң талаптары жаңа медиадағы жарнама мәселесінде де бізге өз-өзімізді реттеуге алып келеді. Ең бастысы ашықтық керек. Қазақ тілді контентке келетін болсақ, сценарист, тележүргізуші Марат Оралғазиннің айтуынша, қазір қазақ тіліндегі контенттің көрермені көп. Мәселен, оның YouTube арнасында 1,9 миллион жазылушы бар. Тек қазақша контентке жарнама берушілер көп келмейді. Мысалы, орыс тілді блогерлер Samsung автокөліктерді жарнамалап жүрсе, қазақ тіліндегі блогерлер пицца, донерлермен шектеледі. Яғни жарнама берушілердің басым бөлігінде қазақ тілді аудиторияның сатып алу мүмкіндігі төмен деген жансақ пікір бар. Бірақ өмірде кез келген көлік салондарында, ірі техника дүкендерінде қарагөз қазақтар көп жүреді. Шынымен де YouTube платформасында қай тақырыпты, қай бағытты таңдасаң да өз көрерменіңді табуға болады. Осы ретте балалар контентіне аса үлкен мән беру керек. Өйткені мемлекеттік телеарналардың контенті балаларға аздық етеді. Тілі қазақша шығу үшін осы аудиторияға анимациялық болсын, танымдық болсын контенттерді көбірек жасау керек. Сол себепті қазір қолынан медиа контент жасай алатын азаматтар осы сегментке өте үлкен мән беруі қажет. Айтпақшы, күні кеше петропавлдық сепаратистерге қатысты сот отырысы өтті. Олардың 7-9 жылға бас бостандығынан айырылатыны анық. Бұл жерде қызығы көрші елдің депутаты. Сол баяғы Федоров қайта оянып, Қазақстанға қатысты қисынсыз сындарын жаудырды. Сепаратистерді түрмеге қамағанға наразы екен. Баяғы жартас, сол жартас. Қазақстанды заңға сай келмейтін аймақ, әрі біздің жерлердің мәселесі әлі де шешілмеген. Кеңес одағының жері екенін тағы меңзеді. Оған мәжіліс депутаты Башимов жауап берді. Интеллектісі 13 жастағы баламен салыстырып, оны парламентте талқылаудың қажеті жоқ. Ол біздің жерге қатысты сандырағын психиатрға барып айтуы керек деп нүктесін қойды. Қазақ тілінде жасалатын контентке, қазақ тілін түсіне білетіндердің қатары көбеюіне септігін тигізетін тағы қандай тиімді әдістер бар? Ойыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бүгінге осы. Қазақ тілде жасалатын контентке, қазақ тілін түсіне білетіндердің қатары көбеюіне септігін тигізетін тағы қандай тиімді әдістер бар? Ойыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.